Ақсай жастары білімнің бастауы кітапта екендігін жақсы түсінеді. Өңірде 3 жыл бұрын Арманшыл оқырмандар кітап құмарлар клубының құрылуы да соның дәлелі. Құрамында 250-ден аса оқырманы бар клубта бүгінге дейін бірнеше отандық, шетелдік авторлардың озық туындылары оқылды. Кітап рухани азық, өйткені бағзы заманнан ол білім мен ғылымның көзі, жаңалықтың жаршысы. Бала кезінде кітапты жастана оқитын Жансұлу Наурызбаеваның да пікірі осы. Ол әсіресе жан дүниеңді байытатын көркем әдебиетке ештеңен жетпейтін айтады. 2 жыл бұрын клуб мүшесі атанған ол. Әр оқылған кітап өзгеше бір әлем екендігіне көзі жеткен. Соңғы кездері заманның енді дамуына байланысты кітап оқуға уақыт болмай жүрді. Соған мен кішкене уайымдап қиналып жүрдім. Бірақ осы клубқа кіргелі мен деген біраз кітаптар оқып, осы әріптестеріммен, достарыммен жақсы кітаптар оқып талқылаймыз, таңдап тақырыбын. Шыны керек, миға, жаныңа өте жақсы демалыс болып қалады сол кітап оқыған кезде. Мен әріптестерім біледі. Кітап оқып келген кезде екінші күн әріптестеріммен бөлісем, сондай бір жақсы әсер алып демалып қалдым деп айтып жатам. Кітап құмарлар клубы Әсел Салманованың ұйымдастыруымен құрылған. Алдымен көркем әдебиет оқитын жастарды ғана жинаған ұйымның кейін танымалдылығы артты. Нәтижесінде оқырмандары көбейіп, бүгінде 250 адамнан асып түсті. Олардың негізін жастар құрайды. Жыл санап клубқа мүше болуға ниетті азаматтар көбейіп келеді. Әр ай сайын клуб мүшелері жиналып оқылған кітаптарын талқылайды. Өйткені өзара еркін қарым-қатынас адамдар үшін өте пайдалы әрі тиімді. Олар бас қосуларында өзара ақпарат алмасып, оқыған, тоқығандарын ортаға салады. Тәжірибе пікір алмасады. Қазіргі заманда бәрі виртуалдық болғандықтан, қазір осы біздің кездесулеріміз өте маңызды. Кездесулер кезінде біз өз ойымызды бөлісіп, қарым-қатынастарымызды жақсарта аламыз. Ай сайын бұл кездесулер өтіп тұрады. Біздің ай сайынғы кездесулеріміз бір кітапты бір айға алып, соны шағын кітаптарды алып, соны талқылаймыз біздер кәдімгідей. Осы клубта өз ойларымызбен, пікірлерімізбен бөлісеміз. Жалпы Бөрлі ауданында бар қызық далада емес, кітап парақтарында екенін ұғындыратын шаралар көптеп ұйымдастырылады. Бүгінде оқырманның талап тілектеріне байланысты аудандағы 26 кітапхана жыл сайын жаңа әдебиеттермен толығып отырады. Ал өткен жылдың өзінде аудан орталығындағы халық көп баратын сауда үйлері мен мекемелерде 4 буккроссинг орталықтары ашылды. Айым Нұрғалиева, Александр Овчинников, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.